Короче, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ, мен қасында Ершат достар. Короче достар, біз деген қазір Алматыда жүрміз, и бүгін бізде лайв видео болады. Өздерің көріп тұрғандарындай 24 сағаттың ішінде кім көп TikTok-тан подписчик жинайды деген видео. Сенде қанша подписчик қазір? 42.300. Қазір яқтан экранда монтаждан достар қосып қоямын. Ершаттың TikTok-ында қанша подписчик, и менікінде қанша подписчик екенін. И ровно келесі күні осындай уақыттарда достар біз TikTok-ымызда қаншадан не істегенін көреміз. Сағат 4:30. Онда ертең 4:30-да ма примерно осы жерге кездесеміз. Сендер лайктарын басыңдар, арнамызға тіркеліңдер, давай 300 подписчик жеткізейік. Ал бастаймыз ал. Кімге болеть етесіңдер, комментария жазып кетіңдер. Гүлі! Мен деген өзі TikTok-қа бір идея таптым, өзі таза оны түсіріп тастадым достар. Ол идеяны, кстати, TikTok-тың ссылкасы описание болатын болады, немесе Айшуақ Сейтқап бар десеңдерді шығатын болады достар. Мен осы түсірген TikTok-тың бәрін, наверное, видеода монтаждан қосып отыратын болады. Мен уже бір видео дайын. Енді Ершаттар не істеп отыр екен білмеймін, ар жақта жатыр, ал әйтеуір бір идеялар ойластырып, оларда бірақ кім ұтады деп ойлайсыңдар сендер де достар, комментария жазып кетіңдер. Так достар, мен деген неше түрлі TikTok-тар түсірдім, где-то 3-4 видео түсірдім достар. Қазір соның ең алғаш түсірген видеоны мен деген экранға көрсететін боламын. Кешкі 5 болды достар, біз дегенде әлі дым идея жоқ, анда Ершат жатыр TikTok идея қарап, мен білмей тұрмын да не түсіретінді достар, білмейміз. Ал Шрек көріп отырмыз қазір, далада қар жауып отыр, далада тұман басталып кеткен. Шрек жүр ғой достар, әйтеуір қараңдар. Білмейміз ал не түсіретінімізді, далада кәдімгідей дейтін қар деген басып жатыр, далада кәдімгідей даланы көрсетіп жіберейін, неше тұман басталып жатыр, еба дала. Маған қарадар, қар көрінбей тұрған сияқты осыңдерге да. В общем, не түсіретіміз білмейміз әлі достар. Бір TikTok түсіріп қойдық пока что. Енді видео қысқа болып қалмасын деп тағы да бір нәрселер түсіру керек енді. Достар, негізі осы кезде Ершат өзінің TikTok-тарында неше түрлі видеолар түсірді, бірақ ол видео түсіріп жатқан достар өзі камерасына түсірмепті, сондықтан әшейін TikTok-тарын қараймыз. Өзімнің брактарыммен бірге Көктөбеге бара жаттым. Мынау менің бүгінгі главный жауызым. Прикинь, өзімнің брактарыммен кетіп баратырмын. Не айтып тұрсың ба? Қанша подписчик жинап үлгердің? 100 подписчик. Қаяқта 100 подписчик. Бізде, в общем, достар, түрім көрініп тұрма, көрініп тұрған жоқ па, білмеймін. Короче, TikTok-та андай не болып отыр, достар, сбой болып отыр ма, немесе. Сондай бір нәрсе болып отыр, в общем. Біз деген, типа, Ершат екеумізде TikTok түсірдік, бірақ екеумізде, короче, бір сағаттың ішінде 100 просмотрды әрең жинады, достар. TikTok-та, короче, сбой болып отыр, білмеймін не үшін екенін. Енді қазір Көктөбеге кетіп баратырмыз. Бақ, қысың күнмен анай самокат айдайтындар бар ма не? В общем, мен. Ау? Мен досың. Еді. Короче, достар, метроға келдік, біз деген қазір Көктөбеге барамыз. Одан кейін айтпақшы достар, қазір деген бізде Нұрланмен бірге қалмақ түсіреміз достар. Ау, Нұрланмен кетсеміз, Барамыз әкәз. Достар, короче, деп айтпау керек екен ғой достар. В общем, метроға қарай келдік, қазір Көктөбеге барамыз. И ары қарай Нұрланға баратын шығармыз достар. Ершат, мына жерге түсіп кетсең не болады? Токийский мыслители деген болады. Токийский мыслители аниме деген болады. Короче, сериалдың басы басылады, бүйтіп түсіп кетеді, сосын өзінің жастық шағына кетіп қалады басқа әлемге. Ершат, сенде не болады? Өлесің, конечно. Или жоқ шығып өлуге болады ғой? Өлерсің, жаным өлерсің. Шығуға болады ғой, Ауадай маған жаным. О, достар, біз енді Көктөбеге барамыз, және де TikTok түсіреміз. Короче, метромыз келді, дайынсыңдар ма жігіттер? Примерно бізге әлі кірін. Есік ашылды. Мына өтірік екен ол достар. 30 секунд ерте кетіп қалды. Саламатсыздар ма? Оларым. Маған Ершат қалай айтуға болады? Шештің видео түсір. Серьезно тірлікке келетін болсақ. Короче, мен болса болды ғой. Видео түсір. Боласың. Сонда Ершатты ұтуға шанс пайда бола ма? Ұту керек бізге. Ершаттың операторым ғой бәші? Мен Ершаттың операторым. Ершат, ал сен қалай ұтам деп жатыр? Қалай ұтам?
қалай атайын деп жатсың? Білмеймін. Сен Ершатпен амандасың ба? Көрдіңдер ма достар? Дос дегенге сенбеңдер. Бұл маған айтып еді, біреулерге ұқсамайды деп. Жадам. Біз достар жердің бетіне санағанда 1601 бәлешінші биіктікте тұрмыздық қойсын. Метроның эскалаторлары осындай болады. Көрінбейді ғой достар даже. Мұнда Ринат қаржы жатыр. О жоқ. Жоқ достар, камераны абайлау керек бізге. Чотам? Ответке қайтармайсың ба? Дұрыс, әнәжік қайға такси келетір ғой? Келетір қазір. Так шақырып қойдым. Ойбай, достар. iPhone беті. Достар, біз короче такси келгенше өзімізге ойнайтын нәрсе тауып алдық. Давай, Ринат, бір түс жер. Қашын, жолдан қашын. Жігітлер. Ох, еба. Ой. Алматыда қар. Нұрлан үйіне келдік қазіргенен. Нұрланмен бірге де TikTok түсіретін боламын мен достар. Нұрлан үйе. Пойди, ос подъездетті, если қателеспесем. Әлде ары жоқ бет. Нұрлан үйінде жатыр қазір TikTokқа идея іздеуіміз керек. Күнтеде қар болып жатыр екен. Минус 25 болып жатыр. Бүкіл жерде достар. Яқта прикольчик, Алишер. Білмеймін, не TikTok түсіретімізді пока что қазір бір бәлі ойлап табуымыз керек достар. Ершатта уже 2 видео бар екен достар. Менде әлі бір-ақ видео. Пока что енді көреміз ал достар. И TikTok'та еще дұрыс просмотр жинап отқан жоқ. Мен уже 500 подписчик қостым анағыдай. Қой? Мә достар. 300 қосқам. 300 қосыпты Ершат достар. 26 мың жинап кеткен ғой достар. Базар жоқ, менде әлі тұр. Маған енді түсіру керек қазір. Не түсіруге болады? Білмеймін, брат. Мынаны сырт менің каналым подписывайтесь деп па. Өзім рекламалап жүрейін де. Айшоқтың каналында. Осы все болды. Достар, короче. Бір нәрсе түсіру керек бізге. Не түсіруге болады? Біздің видеоның масштабын көргілерін келсе достар, қараңдар. Екі мынандай камера, мынаусы вообще. Мынаусы достар, вообще өте қымбат камера, нақта деген. Видеоның масштабы, короче, 1,5 миллион теңгеге шын шығып кетеді. Мынандай бүйтіп аналар түсіріп қараңдар достар, осылайдан. Терхат қыз осылайдан түсіріп. Видео масштабы өте үлкен достар. Короче, сендер бірақ соған лайк баспайсыңдар да. Лайктарын бассыңдар. Міне бүйтіп Ринат бүйтіп жатқан бүйтесіңдер. Достар, мынау уже Ершат TikTok түсіріп бастап жатыр, қараңдар достар. Мен болсам әлі жүріп TikTok түсірмей. Маған бір идея келіп тұр қазір. И соны түсіріп тастау керек. Жақта камерадағы детальдарды көрсетіп жатыр, бір нәрсе қылып жатыр әйтеуір. Ата. Не істеп жатсыз? Фото қарап жатыр, семейный фото қарап жатыр. О, прикольчик. Пока вы лежите на диване, они зарабатывают миллионы. У них фанаты по всему миру. Jingle bells, jingle all right. Jingle all right. Jingle all right. Arustan Crowley. It's your Maclay. No, достарына қарды қараңдаршы, қалыңдығын. Шымкентте вообще жаман болып отыр дейді бірақ. Қараңдар, еба. TikTok түсіру керек еді жігіттер. Ершат что-то уже ұтып отыр екен біз достар. Ершатта уже прогресс жақсы. Қанша подписчик? 500 ба? Уже почти 800 подписчик қосылды. Менде әлі достар 100 қосылмады ғой, әлі пока что достар. Енді подписчиктер қосу керек барынша, тырысып. Достар, дала кәдімгі Jingle Bells болып отыр. Smack that болып отыр дала көріш достар. Қарандар қар деген қалың кәдімгі. Сендердің қалаларында кәдімгі қалың қар жауып отыр ма достар? Комментарий жазып кетіңдер. Бізде мысалы мына жақта Алматыда кәдімгі қарын жауып отыр. Қарын деп қалың жауып отыр. Шымкенттегі вообще қалың жауып отыр дейді достар. Вообще суық дейді ояқта. Біз қазір Алматыда жүрік. Алматы қазір более-менее жылы, бірақ қары да нормально болып отыр достар. Антикафеге барадық осы Алматыдағы. Короче, барып алып мафия ойнаймыз сол жерде. Өте қызық болады. Иә достар, мен деген Нұрлан үйінде бір видео түсірдім. Қазір сендерге көрсетемін. Достар, короче, біз деген андай неге антикафеге келдік. Мен бастайын отырған ғой. Ішіне қарандар, адам жоқ екен. Так по идее көбісі төбеде де, антикафеде, в общем, мектан настольная игра, анау-мынау.
Так, Ринат жүр мында. Мынандай бесконечный чайлар, бәрі бар екен, достар. Мынаяқтандай пуфик, анау, короче, достар. В общем, дерзко. В общем, бүгін осы жақта боламыз. Мен тикток түсіріп идея табу керек маған. Мына жерде бір тикток түсіріп тастау керек. Менде пока что достар 100 подписчик бар қосылды примерно, достар. Ал уже ешатта уже примерно 700-800 подписчик қосылды. Енді бізге деген озу керек. Қазір тикток от душинен түсіріп тастайтын болғанбыз. Біз достар, короче, мынандай монополия ойнап кеттік. Негізі тикток түсіретін адам едік, достар. Маған бізге деген жарысып отқан адамдар едік, бірақ қаяқтың монополия ойнап жатық, достар, мына жерде. А? Пока что отпускасың ба? Көреміз, достар. Озуға тырысу керек бізге. Сәл жетіп ол. Бір купюра. Ойбай, достар. Көреміз. All a nigga really need is a little bit. We can head to the crib in a little bit. Достар, біз Нұрлан үйіне келсек. Бұл жерде кеше. Ехті, достар. Бәрі ехті отыр, мына жерде Алишер ехті отыр. Мына жақта прикольчик пен Нұрлан ехті отыр, достар. Үй қап-қараңғы болып отыр. Біз жүрміз. Короче, достар, менде тиктокқа бір идея келіп тұр. Қазір деген соны түсіретін болам мен. Менде енді уже пока что енді ғана 4-ші видео салып отын. Бауырым, мүмкін компьютерді босатасың маған тиктокқа видеоға керек. Қандай картиналар бар екен, телевизорлар бар екен, достар. Білмеймін не үшін екенін, Ринат менің қатарыма қосып қойып тастайды ғой, достар. Ершатпен жүрген еді, Ершатпен жүріп ішіп пыстау деймін балақайдың. Короче, достар, біз қазір меломанда жүрік. Мен қазір тикток түсірейін деген, бірақ идея таппай жатырмын. Қандай тикток түсіруге болатынмын. Енді сол қазір деген бірдеңе түсірдім деген, бірақ типа анда реализовать ете алмай жатырмын түсіретін затымды. Мына жерден секіргенге $1 миллион беремін сіз секіргенге. 9-да есекті. Ринат, $1 миллион өзі секіретін бең? Иә, секірем. Сізмен. Сенші? Денсаулық. $1 миллион. 470 миллион теңге. Маған денсаулық керек. Ол үзіліп кетеді ғой бауырым. Сен қанша миллионға секіретін ең сонда? Мына жерде аяғым бәрі сынып қалады. $1 миллион алсам да денсаулығым болмайды уже. Инвалид боласың. Өлесің, не то что инвалид. Тоқта, мен ананың ішінде секіретінем, мына жасыл шөптер тұр ғой. Соны асып пайды жұмсақтау болады. Ал мен парашютпен секірерім. Парашют раскрывать етіп болған. Жоқ, мен айттым ғой. Әшейін секіруді айттым. Астына мен батут қойып қоя алар едім. Достар, короче. Білмеймін енді. Тиктогымыздың түсіретін уақытымыз бітіп қалды уже. Тикток түсіруге смысл жоқ. Қанша подписчик қостың сен? 1000 подписчик қостым. Мен достар 300 подписчик қостым. Нифига тикток түсірмедім. 3-ақ тикток түсірдім. Үшеуі де мал болып просмотр жинамай қалды. Короче, достар. Почти 200 мың жинады. Біреуі уже 200 мың жинады. Біреуі 2000 просмотр қылды. Менде достар ең көп жинағаны қанша болды айтайын ба? Примерно 25 мың ба, 30 мың ба ғана жинап, достар, сол видеом. Мен қаттасқанда жоқпын еще, достар. Тиктокта тура біз видео түсірген кезде тиктокта бак болып қалма, бір нәрсе болып қалды. Жүреді. Бак болып қалма, сондай бір нәрсе болып қалды. Енді білмеймін ал, короче. Ершат ұтты бұл раундта. Қарасыз, ешқандай приз болмады бұл видеода. 10 мың теңге, 20 мың теңге деген приз жоқ. Менің видеомда білесіңдер. Отқанымға қуаныштысың ба? Мет. Мен вообще 10 подписчикке. Короче, достар, все, бізде челленджіміз бітті. Бұл жолы, достар, Ершат ұтты бұл челленджде. Бұл қанша подписчик қостың? 1200-1100 подписчик қостым. Ал мен 300 подписчик қостым, достар. 300 подписчик қостым. Черт. Просто, достар, тикток жақсы просмотр жинамай қалды. Білмеймін екен көбісінде Нұрлан сенде де жинамай қалды да видеолар. Что-то тикток болады. Кейбір видео жинамай қалды ма, сондай болып қалды, достар. Короче, бұл жолы енді Ершат ұтты, бұл жолы тиктокта, бірақ бізде приз жоқ. Тиктокқа подписаться етіп кетің. Я, достар, ссылкасы описаниеде болады. Мен де тиктокыма тіркеліп бітті. Давай тез-тез 100 мыңға жеткізе алсақ тиктокқа да. В общем, сол, достар, видео бітті. Видеоны лайктармас, арнамызға тіркеліңдер, достар. Келесі қандай видео түсірейін комментария жазыңдар. Сендер болғанмен Айшуақ, менің қасымда болған менің сопернигім Ершат, достар. Сау болыңдар. Және Нұрлан. Давайте.